Ассалаумағалейкум қазақ елі. Соңғы кездері қарғыс атқыр Борат жұрттың аузынан түспейтін болды. Еңкейген қариядан бастап еңбектеген балаға дейін айтатын әңгімелер сол. Дике Арман Бораттан қорқады ма? Әдетте үкімет жайлы жаман сөйлесе, ұрып, соғып, кешірім сұрататын біздің қаһарман ағаларымыз қайда? Боратты ұстап алып неге солай жасамайды? Демек, малғын Бораттан қорыққаны ма? Бораттың кіршасы кім деген сұрақтарға жауап табатын боласыздар. Алдымен арнамызға жазылып, лайк басып, осы видеоның астына кез келген пікір қалдырып кет. Осы адамдардың арасынан 5 адамға 1000 теңгеден сыйлайтын боламын. Іске сәт. Соңғы кездері Дике Арманның беделі мен аты асқақтап тұрғанын жақсы білеміз. Бір кездері оның ісімен айналысқан полиция офицері Бекет Аймағамбетовтың айтуынша, Арман Жұмағалиев қылмыс әлемінің заңдарын мойындамайтын, жоқ жерден төбелес шығаруға бейім адам деп айтқан. Сондықтан ол Дике Арман деген атқа ие болған. Дике Арманның аты шыға бастағанда оны мазақ қылған, қазақтар туралы жаман сөз айтқан адамдардың көздеріне мөлдір жас ағып, камераның алдында жазаларын алғанын жақсы білеміз. Ал мына соңғы кездері Борат деген малғынның Қазақстанды, қазақтарды бүкіл әлемге жезөкше, арам, ұятсыз халық қылып көрсетуі жабай Арманның ашуына тимегені ме? Бораттың жазасын неге бермейді? Бораттың артында біреу тұр ма? Бораттың кіршасы кім деген сұрақ әр қазақтың ойына келгені рас. Дике Арманның авторитетіне күмәндана бастадық. Дике Арманның айтуы бойынша Инстаграм парақшасына Борат жайлы өтініштер, сұрақтар көптеп түскен. Көп ұзамай Дике Арман өз Инстаграм парақшасына Борат жайлы пікірін қалдырды. Ассалаумағалейкум қазақ халқым. Борат жайлы маған өтініштер көптеп келіп жатыр. Әрине менде болып жатқан жайттан хабардармын және менің де намысыма ауыр тиіп жатыр. Айта кетейін дегенім, бұл бізден өте алыс мемлекетте болып жатыр. Сол себепті оны ұстау қиын болып жатыр. Біреулер оны Америкада десе, басқалар оны Англияда деп жатыр. Мен ол жайлы ақпараттар іздестірудемін. Борат жайлы білген, естіген нақты ақпараттарыңыз болса, маған жазыңыздар. Тағы да айта кетейін. Мен супермен емеспін. Орыста мақал бар ғой, один в поле не воин. Шетелде болсын, елдегі болсын, бүкіл қазақ бірігіп, еліміздің атына кір келтіріп жүрген Боратты тауып жазасын берейік. Бәріміз бірігіп, бір жұдырықтай болсақ, Аллахтың қалауымен кез келген жауды жеңетінімізге сенімдімін, деп жазды Дике Арман өзінің Инстаграм парақшасына. Және де Борат фильмін тоқтатуға жанталасып жүрген ағамыз Бекболат Тілеуханов екенін жақсы білеміз. Ал ең беделді дәрежесі бірінші номерлі ағаларымыз Назарбаев пен Тоқаев қайда? Неге олар Борат фильмін тоқтатпайды? Президенттің аты президент, елбасының аты елбасы ғой. Олар әрекет етсе, Борат фильмін тоқтатқаны былай тұрсын, түбімен жойып жіберуге болады. Құрметті Нұрсұлтан Назарбаев, Қасым-Жомарт Тоқаев, екінші рет күллі әлемге масқара болмай тұрғанда, тез арада бір іс-шара қабылдауларыңызды сұраймыз. Әйтпесе, ашынған халық ақш пен Англияға өздері Борат іздеуге кетіп қалар анық. Борат фильмін қалай тоқтатсақ болады? Өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Видеомыз ұнаса арнамызға жазылып, лүпілдеріңізді басып кетіңіздер.